Армысыздар, қалайсыздар? Қазір ауру кезі дейміз ба, бәрі жүріп шықырып пысқырып қиын болып жатыр. Енді анау шапан қызылша ауруы енді сұмдық карантин болып жатыр. Кейбір мектептер, кейбір оқу орындарында. Мынау небәрі 750 теңге тұрады өзінің бағасы. Егер тіркелсеңіз, одан да арзандау алуға болады 20% жеңілдікпен. Бальзам растирка сабельник деген сондай бір керемет шөп. Мына жерде көрінетін шығар. Экстракт сабельник, шалфей, эфирное масла дейді. Чайное дерево, антибактериальное. Мына жерде қыздырады. Қатты ауырсынғанда, қатты жаңағыдай бір қиын сондай ауыртпалықтарды қойдыртады дейді. Кәдімгі қыздыртпамай. Баяғы бомбинге, капсикам дегендер. Қазір енді бомбинге бар ма жоқ па, бірақ мынау 750-ге мысалы керемет өте. 1-2 жылдай мерзімі жарамдылығы, бірақ көпке жетеді. Енді мен массажист болғаннан кейін қыздыртпамайларыңа бар ма деп әже апалар айтып жатады. Содан кейін мен енді көптеп аламын бұндайды. Келесі мынау ара уыты деген бар. Араның уытымен бұл да тура сондай, бірақ бұл бұлшық еттерге керемет. Мынаны теншида істейтіндерден үйренгендер болсаңыздар, мына жасыл белгі бұл өте сондай натуральный дейді, жаңағыдай табиғи өнім. Бұл енді сәл қымбаттау, 100 теңгеге 850 теңге ма сондай тұрады. Бірақ бұл да керемет, жаңағы сәл қыздыртады. Мынау енді қатты қыздыртады. Мынау қазіргі таптырмас, қазір мұрын, құлақтың артына жауға болады, мұрынға жауға болады, насморк, сондай мұрынмен гайморит аурулармен. Бұл да 750 теңге тұрады. Кішкентай болса да кішкене ғана жағас. Мынау енді кішкене ішінде қоспалары химикат дейді, бірақ кәдімгі вьетнамский бальзам бар ғой, сол сияқты. Ол да қазір 650-700 болды. Сол тіркелсеңіздер, сондай тура дәріхананың бағасынан кем артық ешқандай бір не емес. Бірдей бағалары, қымбат та емес, арзан да емес, орташа. Кімнің жөтелі қоймай, жөтеліңіз кетпей жатса, мынау 750 теңге тұрады. Ішінде 25 қапшық, бір қапшықтан ішіп отырсаңыз, ішін толық табиғи өнім. Осылай емдеңіздер.